Миле телеканалында хабарлар, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дахаға бөлі малюмат. Жанкойде бірден екі байрам лицей территориясында бала бақшасы ве модуль ашхане açıldı. Мектеп чығына же бала мойсиясы 120 баланы сығдыра жақ. Оның реконструкциясына ве донатылығына яқын 38 миллион рублей айырылды. Яны ашхане есе епсіз зиманевей талапларға уйғын. Енді ашхане залында 100 ер. Гүзел Мамбетова девам ете. Evinizde er vakit bol bereket aman esenlik olsun. Әйе аняне бойынша өтмек ветус или лицей тәлебелері мұсафірлеріні қаршылайлар. Мұнда модуль ашхане açılды. Олған бина чоқтан берлі әскірді. Дэй ашчы Наталья Попова. Балар бірқач сменаға бөлініп сабаве үйле емеклеріні ашайыдылер. Яңа ашхане оқув корпусының янында құрдылар. Отырмақ үшін 100 ер бар. Büyükten büyük yanartmalar. Biz 12 yıldan beri böyle binada çalışaydık. Ne savut, ne donatma bir şey yok edi. Biz bu gününü bekledik ve nihayet buna eriştik. Böyleyle Cumhuriyet'te ilk sefer amelge geçirildi. Endi лицей zemanevi talaplarga uygun. Мектеп жеңтен соңғы devirde құрылған еді. Талаплар зemanevi стандартларға келешмей. Яңа, бұйық мүдdetle bir şeyнен оғрашмайық деп, модуль құруcılıqны башладық. Бұл мектеп үшін яқшы қошма şey. Мынада бір тантаналы ве чоқ бекленілген даққалар. Капиталь Тамираттан сон Жанкойды Адуванчик адлы бала бақчасыны açтылар. Зульфия Касымованың 3 баласы бар. Эпсевден бірқач километр ұзақлықта бақчаға қатнайлар. Енді ұзақ қатнамаға керек олмаз. Бала бақчасы бір адым ерді. Бақча açılғанына біз пек қуванамыз. Evimizге пек яқын. 16 seneden beri біз невбетте турамыз. Менің 3 балам да мында қатнайжақ. Құранның башқа тарафында ақықы бала алемі. Камерелер, скемлелер ве атта спортив мейдан. Әршей балалар үшін. Құрыжылар бақчаны яңыдан құрып олдылар десек, яңлыш олмаз. Әршей яны, бақча сонки кирпичке жай темізленген еді. Яны әршей яны, исетюф, теллер, сув yolu, канализация яны. Бұл yönelişte әршей нормада. Бала бақчасы келecek haftadan başlап балаларны қабул етecek. Енді Жанкойды мектеп чағына же муйсеселерге невбет yok. Біз бала бақчасыны тезже ішке қошмақ үшін фаал іштирак еттік. Бұл девамлы вақыт құрылған объект сайла. Жанкойлилерге ишанамыз, демографик осыф олмасыны беклейміз. Балалар мұнда яңы білгілер алалар. Жанкойды тәсіл муйсеселер модернизациясы бұл ноқтада екінленмей. Жамлар ерлештіріві ве биналарының бет ішлері кечірілівден ғайры, келечекті модуль спортзаллар ве ашайт блоклары ерлештірілежек. Гүзел Мамбетова ве Аким Бекиров. Миллет үшін Жанкой. Русияда ясақ етілген экстремистік тешкілят бөлігісінің темелжесіні Тағиқат комитетінің қадимлері яқаладылар. Тешкілят 2017 сене махкеме тарафындан ясақ етілгеніне бақмадан, оның ішіне пара топлавны девам еттірді. Тайғатшыларға ФСБ ве полис қадимлерінен бірі-бірлікте бұл кіші яшаған ерде 13 түнтюфт кечірділер, ондан қанунсыз китаплар ве білгісайар техникасы чекіп алынды. Шымдыки вақытта Ялта бөлгесіні тешкел еткелерінің бірісі яқаланды. Керекли тақиқат әрекетлері кечірілі. Акмечет районын Яшпек көйінде балалар мектепке мұстахил шекелде қатнайлар. 10 километрлік месафені кечмеге ер кезінің көчу етмей бір автовелсе, оларының ташыған автобус қатнавыны тоқтатты. Меселе неде олғаны ве не вақыт чезілежегіні Дауд Чахалов біле. Эльмас Абкадырова 5 баланың анасы. Олар епсі бір мектепте оқуй. Мектеп автобусында балалар ташылығы тоқтаған сон, оқув муэссисеге ел жидди сынавға чевірілді. Эльмас айтаки, балалар мектепке же яда комшыларының ярдымынен, яда рейс автобусында етіп баралар. 5 бала әршей мектеп автобусына бағлы. Мартның бірінде яна айдавчы олачақ деділер. Ама байрамға же да еске айдавчы еді. Автобустан сон есе автобус жоқ. Біз әнді рейс автобусларында қатнаймыз. Мектепке рейс автобусында қатнамақ палыға түше. Эмде дураққа же yol хавсыз дегіл. О 1 километрден зияде.
Хафлы зона бу yol деп саймақ мүмкін. Эр алды арабаны идаре етіп олмамақ мүмкін. Мен месулиетлікні бойнума алам. Балларым оқуғаныны істейім. Бөлевде отырмақ бу оқув дегіл. Мектеп өзі Қызыл Чонрав көйінде ерлеше. Бу Яшпектен 10 километр ұзақлықта. Оқув муэссисенің мудыры Светлана Кокшарова айтқанына көре, балалар ташылығы тоқтатылды, чүнки айдавжы іштен бошатылды. Енді адам тапылды. Яқында яны айдавжы чалышы башлайжақ. Оны қабыл еттік чалыша ойышке келе. Автобусларны бақа сон бізім гаражда ершейні тәртіпке кетіре. Тек бұл картаны беклемек керек. Айдавжы бар біз ісе дабыр айдавжыны қыдырамыз, чүнки бізде эки автобус бар. Ахмечит районы мемориетінің yolбашчысы Алексей Михайловский айтқанына көре, тек бір шей кедер ете біле. Бугла нас карта. Епсі мектеп автобусларда олмалы. Карта алынғанынен балалар кенеде мектепке автобуста қатнайжақлар. Меселе енді кележек авто чезілежек. Паспорт алуы бізім балаларымыздың қавсызлығыны темин етіп, бұл маршрута қатнайжақ. Бойле хата қачырған тасил муэссисесінің ребері енді мемори месулиетлікке желп етілді. Шымдылық маршрутның паспорты yok. Күмер балалар евде қала. Ожалар бойле меселені анлап. Талебелеріні дистанцион оқуға кечірділер. Енді тезден мектеп автобусы кенеде Яшпек көйіне келіп, қайтажақ. Балалар ісе дерсте отырып білгілеріні арттырajaqlar. Дауд Чахалов, Арсен Фукала, Миллет Ичун, Ахмечит районы. Сөрейн қасабасында мемориал комплекс 80%-ға азыр ішлер график бойынша бежірілі, объектте 30-ға яқын адам чалыша. Комплексны майысының 18-не құрып етіштірежеклер ма, yok ма, бұқталі қамызда сөрсетілі. Техника вейшчилер чалышалар. Сүрен мемориал комплексның музейінде иш қайнай. Энді коммуникацион ағлар чекілді ве безетев ішлер екіленді. Культ объектлеріні энді ұзақтан танымақ мүмкін. Тыш қызметші территорияны абаданлаштырып башлады. Осумліклерінің эпысы Қырым табиатына келіші. Эсасен бұл ине япрақлы тереклер, серви, туя, ардыч, уйкелер. Оларны енді сымарыш еттік. Sıcak havаны беклейміз, вебірден оларны сачып башлайжамыз. Комплексны 2017 сене құрып башладылар, ама о вақыт vicdansыз тыш қызметші вазифесіні бежіріп оламады. 3 жылдан сон объектке дегер құрычы чықты. Шымды эпсы ішлер атта графиктен эвел алып барыла. Анлашманың көлемі 286 миллион рубледір. Объектны Жұмхурей адрес инвестицион программа бойынша тіклейлер. Мемориал комплексның умуми мейданлығы 2 гектар. Тамам Сүрен станциясындан комшы көйлерінің Ялта вияқяр шерлерінің сәкінлері сүргін етілген ады. Бұ дешетлі фажа іч бір вақыт текрарланмамақ керек. Тамам шу себептен комплексның тікленілігі эпсы Қырым сәкінлері үшін мұйым вақадыр. Құржылықның кечішатыны тішкермек үшін Девлет Милетлер ара комитетінің рейсі Айдар Типа келді. Ағырлықлар оның сөзлеріне көре тек Сүрен арифлеріне ве комплекске алып келген yolларға бағлы. Тыш қызметші тырышқаны көруне, қасеветлене вейішке иджади жеттен янаша. Бұны лейхат ізіжілернен ве мөйліфлернен ұйғынлаштыра. Иш ерінден көшкені көруне ве яқшы севиеде алып барыла. Оның үшін біздің вазифеміз көтерілген меселелеріні чезмектір. Лейха бойынша ішлер елінің сонында екіленмек керек. Ама тыш қызметші ершейні 18 майысқа жы екіленмеге ниетлене. Айша Шулакова, Севиле Меметова, Рамазан Аливапов, Милет Ичун, Бахчисарай района. Сақ шерінде темізлеп иншаатлар құрылмасы девам етті. Бұл станция шерде су темізленув меселесіні чезмеге ярдым етежек. Бұтын донатма автомат шекелінде чалыша ве мимари корпустан идаре етілі. Құрыжылық насыл кешкен ақта бізімлеп қамыз. Экскаватор машалар үшін yol açaq, қайначықлар боруларны монтаж етелер. Олардан шынгенлік сақ шеріндекі темізлеп иншаатларға етіп баражақ. Максим Андреев бригадир майыс айындан оның реберлігінде 6 ішчі чалыша. Өзін үшін яны бір шей тапасын. Мына мисал оларақ пластмасы. Біз оннен эвел чалыша едік, амма тасил алдық. Аттестациядан кечтік ве шымды яны технологиялар бойынша чалышамыз. Суф уч басамақта темізлене. Тек бұндан сон оны сайылден 1 километр ұзақлықта денізге ақызалар. Ен ағыр ве девамлы жерянлардан бірі бұ биологик ішленев. Оны мақсус биналарда кечірелер. Бір кереден оларға 5000 куб суф сыға. Амайын әвеля суф механик ішленуге ақып келе. Біз сізнен эсас насос станциясы бинасында бұлынамыз. Суф мында темізлев иншатларға етіп келе. Механик темізлевден кече. Бұ пармақлық ве құмны топлаған шейлер. Объектке 1 миллиард 570 миллион рубле айырылды. Бүгінгі күнді 1 миллиард 350 миллион масраф етілді. Объект өзі бұ темізлев иншаатлар құрылмасы. Оның күчі бір суткада 25 000 кубометрны тешкіл ете. О екі невбетке бөлінген. Бірісі 15
5.000 кубометр, екіншісі 10.000. Темізлев иншаатларының бірінші невбетті енді 2021 сене язда екінлемеге планлаштырыла. Объектның құрылжылығы 2016 сененің декабрь айында башланған еді. 2020 сененің декабрь айына же 2 невбетді екіленежек. Бірінші невбет бойынша азырлық 90% тешкілеті. Құрылжылық федераль мақсалды программа бойынша алып барыла. Айша Шулакова, Эдем Садиков, Дмитрий Низовой, Милет Ичун, Сақшыры. Апрельнің сонуна же қанунсыз чөплік обасыны yok етіп етіштірмек. Ялтыда коммуналь қызметшілерінің вазифесі бойле. Ишлер абаданлаштырылу программасы әмде курорт мевсімге азырлық черчевесінде кечірілі мевзона Сабина Дениева девам ете. Илеріне қолчақлар кейіп, торбалар, ветеринарвучылар алып, коммуналь хизметчілер Ялта шерінің чықышында қанунсыз чөплік обасыны жештіріп башлайлар. Суық ава Марсель Мартиросянға кедер етмей. Айта ки, иш ел-елдан экселмей. Burada sahipsiz olur. Sahipsiz. Sahip olan zamanda böyle şey yok. Şimdi galiba sahip çıkıp onun için temizlik yapıyoruz. Шымдылик мутихасыслар не қадар чөплік топаланacağını білмейлер. Ама бір саатен сон екі юк машинасы аман-аман толу. Қырымның Женюби пайтақтында бір чөплік обасы yok етілем. Угумен Ялтада ве якын ерлешкен қасабаларда уч группа çalışа. Ербірі 10 адамдан ибарет. Бу эпсы көктен түшмеді. Мында бу эпсы кенеде бізім адамлар кетірелер, аталар. Чөплік контейнерлеріне қалдырмақ еріне. Мына бақыңыз. Бұның артында 3-4 метрлік қапалы қора. Андан адам кечіп олмас. Территория қапалы. Мында ана-анда алып кете еділер, деп беллейін. Темізлік чоқ жиыштырылған ерде де келді, кірленмеген ерде ола. Біз әрбіріміз өзіміз үшін қарар алмақ керекміз, темізлік олмасы. Бұлі өмір етмеміз, не қадар мұйым ве ұнайтлыдыр. Мен бізім зинаатдашларымызға тешеккүр білдірмеге істер едім. Чүнки бұл бераберлікте кечірілген иш. Шәһәр шурасы ве мемориетінің мебуслары біз бұл ішнен бераберлікте оғрашамыз. Бізім шәһәріміз темізде олсын деп, абаданлаштыру программасы черчевесінде курорт мевсімге азырлық йөнелішінде. Апрельнің сонуна же коммуналь хизметлер Гурзуфтан Фарусқа же территорияда қанунсыз чөплік обаларыны епісіні yok етмеге планлаштыра. Сабина Дениева, Ким Бекиров, Милет Ичун, Ялта. Ярымадада бар башланғанын янгынлар жеттен хафлы деверге азырлану апрельнің бірінші күнінден башлана. Атеш бұйық территорияға дарқалуының оғыны алмақ үшін ве атеш кетірген зарарны эксілтмек үшін орман янгынжылары тұрышмақ керек. Тешкерев нәтижесінде ішке азырлану фактлары тезілежек ве етіжмемезлеге қайт етілежек. Техниканың алына ве çalışmasына әмді шақси теркип орман янгынларыны атештен құртарувда көстерген белгілеріне бұйық диққат айырылды. Учали тасил карьера басамақларындан көтеріліп ве адамларға ярдым біз ватандашларымыз ақында левхалар циклны девам етеміз. Бұл сефер объективімізде яш мутихасыз Ислам Усейнов о Ахмеджет мемориетінде милетлер ара мұнасибетлері бойынша бөлікнің мудері оларақ çalışа, оның вазифелері неден ибарет олған ақында бізім левхамыз. Санаға біріншілер сырасында қызыл дипломларының сайыплері чықа. Ислам Усейнов Тимирясов адына Қазан инновацион университетіні аля бағаларының бітірлергенден бірісідір. Қырым Жұмхуриетінің идаре етіжі кадрлары шекілену программасы бойынша 2018 сенесі о Девлет ве муниципаль хызметте менеджмент зенаты бойынша али оқуф юртқа оқумаға кірді. Тасил маңа эп өсмеге ярдым етер. Мен енді идаре ету фусуларыны қоланам. Ахмезжет шәйірі мемориетінде пейда олған вазифелер чезілуінде земаневи усуллар. Илерде де білгілерімні амелиятта қоланacağım. Ахмезжетте дипломларны 40 қырым мезунлары әлде ете. Адетінше тантаналы тедбір Татарстанда кече, ама бұл сене пандемия өз түзетмелеріні кірсетті. Студентлерге Девлет ве муниципаль идаре етілігі бойынша білгі берділер. Бұл уникаль тасил проекты олды. Қырым Жұмхуриеті ве Татарстан Жұмхуриеті арасында иш бірлікте тезілді. Оның уникаллігі шында ки тасил беруден ғайры бізні Татарстанның дихатқа лайық ерлерінен таныш еттілер. Татарстанның етекчі везерліклерінде ве идарелерінде амили білгілер алдық.
Ислам Усейновның акимиет органларында ише 2015 сенесі башлаган еді. Адлиеджі тәсіліні алып, бір елдан сон ескі лес кой ерлешмесінің мемориетінде елбашчының муавины олды. 2019 сенесінің февраль 7 күні Ахмесджит мемориетінде миллетлер ара мунасибетлері бойынша бөлікнің мудирі вазифесіне тайынленді. Селям алейкум, мүмкінмі? Эбет, кечіңіз. Мен топрақ дамартасы меселесі бойынша. Отырыңыз, меселені білеміз. Ислам Усейновның сөзлеріне көре Ахмесджитте Қырым татарлар топлу яшаған ондан зияде ер бар. Веоларның әрбірі абаданлашувда мұқтач. Меселелер пек жоқ топланды. Реабилитация етілген халықларға ватанға қайтмақ ве яшайыш құрмақ не қадар қиын олғаныны білеміз. Сонки 4 ел девамында менің ішім бұл йөнелішке бағлы. Иш графигі нормадан артқач ватандашларымызға көстерілген күнделік ярдым. Бош вақытыны есе евде яқынларынен берабер кечірмеге тырыша. Тапхан бір бош дахамы балаларнен кечірмеге тырышам. Дерс япамыз, имкан олса бір ерге барамыз. Біріне бойле таянч, бойле баба керек. Ортанжы Марат оғлы тікмеге севе. Исламыңа қол тұтайве оғлының муафақетлерінен ғұрурлана. Мен бабамны пек севем. О маңа бір іште ярдым ете. Елінден кергені қадар қол тұтмаға тырыша. Күн яңы білгілер алып, ве тәжірибесіні арттырып, Ислам Усейнов ирішкен ноқтасында тоқталмай. Лиля Лиманова, Севиля Меметова, Рамазан Альвапов ве Виталий Голубев. Миллет үшін. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы жұма әртесі ве базар күнлері саат 7:30-та Айше Шулакова нәтижелері программамызны қачырмаңыз. Қырым көсөгінде деніші. Қырымда ве Ахмесджитте бала бақчалары açılғанны қувандырам. Кенжелер проблемлері яваш-яваш чезілем. Туфған ерімадамыздың денішмелері ақында Қырым сәкінлері сөз юрсетелер. Жұмхуриет Русия еркянында 7 елығыны қайдетмеге азырлана. Қырым мұхбирлері малюмат қамачавыны бозалар. Қырым сәкіндері адам дегіл. Біз өз малюматымызны башқаларға еткізмеге ақымыз жоқ. Дейлер, демократия дегенлері бұмы? Манялар олса біле, ләкин Қырым сәкінлерінің сесі ОБСЕ-де яңғырады. Қырымда адлие, медениет ве милетлер ара мунасебетлері. Настолько мы между собой... Біз осяра милет менсуплігіне бағлы дегілміз. Эм қызметте, эм достлықта, эм шақси мунасебетлерде. Ең есасы бұны сақламақ ве провокацияларға оғрамамақ. Қырымның вице-премьер-везирі Михаил Назаров иле махсус интервью. Санкцияларға қаршы Қырым мақсулаты доғры Қытайға. Қытайда истималжы пек жоқ. Русияда есе кейфиетлі маллар жоқ. Қырым тавуқ фабрикаларының мақсулаты шарап ве эфир яғлары Қытайға йоланacak. Шымдaki даққаға бұл хаберлерінің епседі келекет яймызны қачырмаңыз.